Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгін менде өзіме арналған челлендждің екінші күні және ендігі мен осы екі нұсқаны тоқып қойдым. Бұл алдағы уақытта кардиган болады. Қосымша фото салып кетемін, Pinterest'тен алынған және осындай қарапайым схемамен тоқылатын 4 бұрышты кескіндерді қолданып отырып, үйге киюге арналған кардиган тоқып алғым келеді. Бұл жерде екі түрлі кескін. Бұл бізде тек қана осы қызыл жіппен ғана тоқылған. Ал келесі үлгі менде пайетка жібімен тоқылды. Қазір жіптер жайлы толық ақпарат айтып кетемін. Жалпы осы кардиганды өзім қуана тоқып жатырмын. Мен үшін өте қызықты және де өте әдемі ерекше үлгі болып шығатын сияқты. Бұл жерде байқасаңыздар, екі нұсқасы кішкене өлшемдерінде айырмашылығы бар. Оның себебі не екенін білмедім, шыны керек. Мүмкін мен осы пайеткасыз тоқыған кезде мүмкін кішкене бостау тоқып қалған шығармын. Ал ендігі пайетка жібін қосқан кезде тығыз тоқып кеттім ба, енді алдағы уақытта тағы да тоқып жатқан кезде бірдей тығыздықта тоқып көруге тырысамын. Жалпы осындай екі түрлі кескін. Енді осы пайетка жібі барлық кескінге жетпейді және өзімде араластырып жасағым келеді. Яғни бір осы кескіндер, бірнеше кескін осы пайеткамен болса, келесі кескіндер пайеткасыз деген сияқты. Солай алмастырып отырып тоқып алғым келеді. Алды осындай шнур жасаймын алдына, яғни бау жасаймын, байлап қоятын кардиган болады. Өте қарапайым. Сіздерде егер жіптеріңіз бар болса, тоқып бастап көруге кеңес беремін. Өте қарапайым және де өте қызықты екен. Менде бұл жіптен 5 орам бар, 6 орам бар екен. Міне осы итальяндық жіп, қателеспесем атына қарасақ, бұл жерде 45% акрил деп жазылып тұр, қалған 55% мүмкін шерсть шығар деп ойлап тұрмын. Жүн болуы мүмкін. Бұл жерде крючоктың ғана өлшемі берілген екен, 4-4,5 мм деп, және граммы 100 грамм, ал метражы белгісіз. Мен ендігі қателеспесем Google'дан да қарап көрген шығармын, бірақ бұл жіп жайлы көп ақпарат білмедім. Мүмкін мен ұмытып қалған шығармын, қосымша экранға жазып отырамын. Мен бір влогтарда сіздерге бұл жіпті көрсетіп кеткенмін. Және де бұл жіптен мен қызыма арналған осындай Шанель стиліндегі жакетті де тоқимын деп осы тоқып алған үлгіні көрсетіп таныстырып кеткенмін, естеріңізде болса. Бұл жерде пайетка осы ашық көк бирюзовый түсте болған. Тиффани деп айтуға болады. Пайеткамен мен қалай көрінетін жай ғана тоқып көргенмін. Содан кейін мен ол жіпке осы қызыл жіп және пайеткалармен, яғни түсіне сай келетін жіпті таңдап алған болатымын. Бұл жіпте этикетка болған жоқ, нақты айта алмаймын қандай фирманың екен. Енді базарларда, яғни кез келген демеймін, бірақ енді базарларда мүмкін кейбір магазиндерде табылатын жіптің бірі шығар. Бұл енді синтетикалық акрил жібіне оралған жай ғана қарапайым осындай пайеткалармен. Бағасы да қолжетімді. Бірақ ендігі өзіме арнап кардиган тоқитын болдым, себебі қызым бұл жіп қышытса мен кимеймін деді. Әрине бұл денеге сезімталдық болса, денеде, яғни қышытатыны анық. Себебі кейін кардиганды футболканың сыртынан кигізген күннің өзінде жеңі қышытатын болса, қызым кимей қояды. Сондықтан да мен өзіме ендігі жіп құры қалмасын деп осы үйге киетін кардиган бастап кеткен болатымын. Мен 5 мм крючокпен тоқып жатырмын, себебі 4,5 мм менде жоқ. Бірінші мен 4 мм менде тоқып көрдім, бірақ қатты тығыз шығатын болғаннан кейін осы өлшемдегі ілмекбізді таңдап алдым. Жалпы міне бүгінгі екінші күнгі бастамам. Бұл бастамада мен үшін өте қызық, өте ерекше. Жалпы мен толықтай өзімнің комфорттық аймағымнан шығып, қазір енді осы көбіне ілмекбізбен тоқығым келуге шабытым ашылып тұр, және мен сол өзімнің қалауыма мүмкіндік беріп жатырмын. Сіздерге де пайдалы болсын. Мүмкін осы видеодан шабыт алып, сіздерге де осы бір идея келіп, үйлеріңізде жеткілікті жіп болса, осы кардиган тоқып алсаңыздар болады. Яғни бұл жерде тек қана бір түсті емес, бірнеше түсті араластырып, түрлі мотивтармен тоқып кетсеңіздер де болады. Мен сіздерге қосымша фото салып кетіп отырамын.
мүмкін алдында көрсетіп те кеткен шығармын. Яғни артылған жіптер болса бізде аз-аздан, біз соларды араластырып, осындай әртүрлі нұсқада тоқып алып, осы мотивтарды одан кейін кардиган немесе жилет ретінде киіп алсақ та өте ерекше нұсқа, және қосымша біздің артылып тұрған жіптерімізде қолданысқа ие болады. Ақпарат пайдалы болсын. Нәтижесін апта соңында бірге көретін боламыз. Ертеңгі сабақта кездескенше сау болыңыз.